Сәлем достар, 2026 жылы қандай ИП режимімен жұмыс жасай аламыз және қанша салық төлейміз мемлекетке 2026 жылғы өзгерістер жайлы толық ақпараттар болады. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса немесе сізге ақпарат пайдалы болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Сонымен бізде 2026 жылы 4 режим болады, салық режимдері. Соның үшеуі арнайы салық режимдері болады. Арнайы салық режимдері 3 режим кірсе, ал төртіншісі жеке өзі жалпыға ортақ режим болып бөлінеді. Арнайы салық режимдерінің 3 түрі болады. Оның біріншісі жеке тұлғаларға арналған, яғни ИП ашпай-ақ қолдануға болатын режим. Ол қалай десеңіздер, міне, бірінші тұрған қатарда ИП ашпай-ақ сіз кәсібіңізді жүргізе аласыз. Оған барлық кәсіп түрлері кірмейді, арнайы шектеулер бар, отчет тапсырмай-ақ, ИП ашпай-ақ және сіз заңды түрде кәсібіңізді жүргізе аласыз. Бұл бізде СНР для самозанятых деп аталады, яғни жеке физлицоларға арналған. Бұл жерде сіз жұмысшы ала алмайсыз, социальный платеж общий табыстан 4% төлейтін боласыз, және де салық бизнес қосымшасын қолданасыз, сол жерде кассасын қолданатын боласыз, яғни чек беріп отыратын боласыз. Сол жерде қанша оборот болды, сол обороттан сіз 4% төлейтін боласыз. Екінші режим бізде шағын бизнеске арналған упрощенный режим. Үшіншісі бізде СНР для КХФХ, бұл жерде ауыл шаруашылығына арналған режим, бұл үшінші режим. Және төртіншісі ешқандай жеңілдіктер қарастырылмаған жалпыға ортақ, жалпыға бірдей режим, ОУР режимі. Сонымен әр режимнің өзіндік ерекшеліктеріне тоқтала кетейік. Бірінші режим бойынша сіз ИП ашпай-ақ, отчеттарын тапсырмай-ақ заңды түрде кәсіп жүргізе аласыз. Сіз бұл режимді қолдану үшін ай сайынғы сіздің табысыңыз 300 МРП-ден аспау керек, яғни 1.179.600 теңгеден асып кетпеуі тиіс. Және де сіз бұл режимде жұмысшы ала алмайсыз. Сіз бұл режимде ИП ашпағандықтан оны кәсібіңіздің басталғандығын қалай білуге болады? Сіз бұл салық бизнес приложениесін скачать етіп аласыз және алғашқы продажаңызға чек ұрған күні бұл сіздің кәсібіңіз басталған күн болып саналады. Сосын ай сайын 4% социальный платеж төлейтін боласыз. Ол общий обороттан, сіз осы айда қанша оборот жасадыңыз, сол обороттан 4% социальный платеж төлейсіз. Сіз яғни медстраховка, пенсионка, жалпы ондайлар төлемейсіз ғой, сондықтан бұл соцплатеж осыған кететін болады. Нақты қанша табыс болды, содан 4% төленеді. Және де НДС-тен босатылған, және бұл режимге барлық бизнес түрлері ала алмайды, қолдана алмайды, және оның өзіндік тізімі болады. Оған көбінесе мынау патент режимінде жүргендер қосылады. Нақты тізім осы жақын ортада шығады. Сіз маған комментарийға плюс қалдырыңыз, немесе тізім деп жаза кетіңіз, мен сіздерге бұл тізімді де көрсететін боламын. Сонымен екінші режим бізде упрощенка режимі. Упрощенка режимінде де өзгерістер болады, яғни бұл жерде кәсіп түрлері қысқартылады. Бұл упрощенкамен жүргізе алатын, яғни бұл жерде упрощенканы қолданылатын бизнес түрлері және қолдана алмайтын бизнес түрлерінің список, яғни тізімі шығатын болады. Бұл упрощенканы негізі ИП ТО да қолданылады. Жылдық обороты 2 миллиард теңгеден аспау керек, яғни 600 мың МРП. Жұмысшылар санында шектеу жоқ, қалағанша жұмысшы алуға болады. Және де ИП болса 4% ИПН, ТО болса 4% КПН төлейді. Сонымен қатар кейбір аймақтарда бұл салық проценті 2%-ға дейін төмендетілсе, кейбір аймақтарда 6%-ға дейін ұлғайтылған. Әр жарты жылдық сайын 910 формадағы отчет тапсырады, яғни әр 6 ай сайын тапсырып отыратын болады. НДС-тен босатылған, яғни тіпті НДС-тің порогынан асып кетсе де, бұл НДС-ке учетқа тұруға босатылған. Үшінші режим бізде КХФХ. Бұл жерде сізде жер учаскесі болуы міндетті, жұмысшылардан шектеу жоқ, ИПН, яғни налог жыл соңында, жыл біткеннен кейін 0,5% налог төлейсіз, және де жылына бір рет 920 формадағы отчетты тапсыратын боласыздар. Сонымен қатар жеңілдік қарастырылған, олар жер салығы, транспорт салығы, социальный салық и НДС порог солардан босатылған. Сонымен специальный налоговый режимнің 3 түріне тоқталдық. Енді жалпыға бірдей ортақ режим, ОУР режимін талқылайтын боламыз. Бұл режимді кімдер қолдана алады? Барлық ИП ТО-лар қолдана алады, және де доходта шектеу жоқ, жұмысшылар санында да шектеу жоқ. ИП-лар үшін ИПН 10%, КПН 20%. Бұл общий обороттан емес, таза табысыңыздан төлейсіз. Таза қанша табыс болды, содан ғана 10% ИПН үшін, ТО-лар үшін КПН 20% төлейсіз. Егер КПН, мысалы, банк, игровой бизнестер болса, онда налогы 25% болады, ал медицина, образование сияқты болса, онда налогы 5% болады. Сонымен қатар отчеттар квартал
квартально 200 форманы тапсырады, ал годовой 220 форманы тапсыратын болады, ал тоолар 100 форманы годовой тапсыратын болады. Порог, яғни 10 000 МРП-дан, жылдық оборотыңыз 10 000 МРП-дан асып кететін болса, онда ставка 16%, әрбір продажаңыздан 16% налог төлейтін боласыздар. Яғни сіздің оборотыңыз бір жылда 40 миллион теңгеден асса, онда сіз НДС-ке учетқа тұрасыз, және де әрбір асқан продажаңыз үшін 16% налог төлейтін боласыздар. Келесі жылғы өзгерістеріміз жайлы қысқаша ақпарат осы. Жалпы кеңінен ашып талқылауымыз үшін астына комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Қандай сұрақтарыңыз бар, қандай тақырыпта кішкене талқылап осы видео салайық. Жалпы ақпарат пайдалы болса, маған тіркеліп лайк басып қолдап отырыңыздар. Астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар.